Сәлем баршаңызға, бүгін өте дәмді творожный пирог жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі ұн керек болады, қопсытқыш, жұмыртқа, қант, сары май керек болады. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды таза ыдысымызға салып, үстіне бір жұмыртқа саламыз. Қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бір келкі болғанша араластыра береміз. Еліктен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып араластырып, жаңағы массамызға салып, осылай венчикпен араластырамыз. Қиындаған кезімізде венчигімізді алып, қолымызбен қамырымызды елеп аламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу керек. Міне қараңыздар, қамырымыз дайын. Міне осындай формаға қамырымызды жайып аламыз. Менде форма 24 сантиметрлі. Сіздерде қандай форма бар, соған осылай қамырымызды жасаймыз. Шетін осылай жасап шығыңыздар. Қазір салмасын салған кезімізде ағып кетпейтіндей болу керек. Міне осылай жасап шығыңыздар. Сосын шанышқымен осылай жасап шығыңыздар. Салмасына қант, қаймақ, творог, ванильный сахар, жұмыртқа керек болады. Творогтың үстіне қантымызды саламыз, ванильный сахарымызды саламыз, бір жұмыртқа салып, және қаймағымыздың барлығын салып, блендермен жақсылап езетін боламыз. Егерде блендер болмаса, кәдімгі шанышқымен де жасауға болады. Бір келкі болғанша осылай араластыра бересіздер. Міне салмамыз дайын, осындай сұйықтықта болу керек. Қамырымыздың үстіне жаңағы салмамыздың барлығын құйып, бетін тегістеп аламыз. Пирогымыз әдемі көріну үшін осылай қасықпен қамырымызды кішкене үстін басып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Пирогты толықтай суытып алыңыздар. 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар, сосын алып жей беруге болады. Міне қараңыздар, пирогымыз өте нәзік және жұмсақ болып кесіледі. Дәміне енді сөз жоқ, өте дәмді. Менің отбасыма қатты ұнады. Әсіресе жолдасыма қатты ұнайды. Сіздер де осылай жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Және лайк қалдырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Зарина. Рахмет.